халықтың тарихында есімдері ерекше аталатын зор тұлғалар болатыны айқын. Халқымыздың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов пен ұлы кемеңгер ақын Абай Құнанбаевпен бірге аса көрнекті қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсаринге 180 жыл. Қазақтың қара өлеңін кие тұтқан, жүрегінің түбінен қайнап шыққан, асыл жырларымен қалың жұртшылықтың махаббатына бөлеген айтыскер, ақын, жырау, жыр алыбы Жамбыл Жабаевқа 175 жыл. Қазақ өлеңінің аспанында бүгін осы зиялыларды бір арнаға тоғыстырып, сіздердің назарларыңызға сұнуды жөн көрді. Ендеше әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Ғажап тілінде атың озған азап күнінде, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Істің болар қайыры, бастасаңыз аллалап, оқымаған жүреді қараңғыны қаралап. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып, сыйса көйлек үстіңе тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шұқуменен табылған, өнер, білім бәрі де оқуменен табылған. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып, әлпеш деген атана қартаятын күн болар, қартайғанда жабығы мал даятын күн болар. Ата енен қартайса, тіреу болар бұл оқу, қартайғанда малдайса, сүйеу болар бұл оқу. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Адал достыққа, тазалыққа үйретеді. Ыбырай Алтынсариннің өлеңдеріне кезек береді. 5-ші сынып оқушыларын тамашалаңыздар. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымында барғызды. Адамды қостай ұшырды. Мал іздейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Бәрі дағы осылар біткен жерге анықтай. Білмегенге танықтай, бізде бекке жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көкшөптей, жаңаөспірім достарым, қатарын кеттау алыспай, ұмтылыңыз қалыспай. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жанға жәрдем берсін Құдай тағалам. Атам мұнда, анан мен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атамды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл бөлсең басарсың. Надан көп білмей қалсам ағырарсың. Шағым мұнда жүрсең етер едің, қолыңға құрық алып кетер едің. Тентіретіп екі ауылдың арасында, жүргенмен не мұратқа жетер едің. Сіздердің назарларыңызға алғашқы ұстаз, ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің әңгімесінен дайындалған көріністі ұсынып, бұл әңгімелердің тәрбиелік мәнін терең мағынада түсінуге шақырамыз. Көрініс 5-ші сынып оқушылары Әткен Әбілхан және Еркін Диас. Жаздың жарқын, әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, егілген ағаштар мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Ата, мынау ағаш неліктен түзу, әдемі, тік, ал мынау ағаш қисық өскен? Оның себебі балам, түзу ағашты бағып қағумен өсірген. Қисық бұтақтары болса
құйып, уақытында шығарып отырған. Ал қисық ағаш болса, бағусыз, өз қалпымен өскен. Ата, ендеше бағып қағуда үлкен мән-мағына бар екен ғой. Иә, балам, бағып қағуда көп мағына барында шек жоқ. Сен де үлгі алсаң болады. Мысалы, сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен мені айтқанымды орындасаң, түзу кісі болып өсерсің. Ал егер сен мені тыңдамай, өз бетіңмен кетсең, мына қисық ағаш сияқты қисық адам болып өсерсің. Жарайды ата, мен сіздің айтқан сөзіңізді тыңдап, дәл мынау түзу ағаш сияқты үлгілі, жақсы адам болып өсемін. Иә, балам. Халық поэзиясын алба атанған Жамбылдың есімі дүниежүзі халықтарына кеңінен мәлім. Жамбыл атамыз медресе мектептің есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу сызуды білмесе де, жастайынан домбыра тартып, жыр жаттады. Қазақ халқының сөз өнерін үйренді. Кейін ақындылығымен елге әйгілі жыршы атанды. Ол Көруғлы, Мұңдық зарлық, Шахнама, Қыз жібек сияқты үлкен дастандарды бірнеше апта бойы жырлаған. Жамбыл Жабаевтың өмірі шығармашылығымен таныстыратын 10-шы сынып оқушылары Мұхамедова Диназ және Бекболсын Айшаны ортаға шақырады. Жыр алыбы Жамбыл. 20-шы ғасырдың Гомер атанған Жамбыл Жабаев ұзақ та даңқты өмір сүрді. Оның өлеңдері бүгінгі келер ұрпаққа рухани өшпес мұра. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, алып ақын, жырау, айтыскер Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Алатаудай атақты ақындардың дүлдүлі, жаны тірі өлген жоқ, жырдың оты сөнген жоқ. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысының Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жастайынан оқи алмаған зерек бала көргенін көріп, көкейіне түйіп өсті. Өткеніңді ұмытсаң, өткеніңнің белгісі, өткеніңді еске алсаң, өскеніңнің белгісі. Жамбыл Жабаев жастайынан өлеңге, жырға, айтысқа, шешендік өнерге, шешендік сөздерге бейімделіп, 15 жасында атақты Сүйінбай ақыннан бата алды. Сөздің маржанын терген Жамбыл Жабаев айтыстың қанатты құсы атанды. Суырып салма ақынымыз Жамбыл Жабаев бірде-бір қасиеттерінің бірі жыршылдық, шығыс пен қазақ-қырғыз өлеңдерінің лирикалық эпостарын жатқа айтқан. Ленинградты көренім, мақтанышым сенедім. Не өзенін сүйкімді бұлағындай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемін. Өркеш-өркеш жарасқан шоқылардай бередім. Сапырылған көк теңіз, шомылдырып кемерін. Жасаған жоқ өмірді, жауын соққанын көргелі, төккенің жоқ терімді. Проза әрі эпик, әрі айтыс ақыны, әрі өз азаматтық әуенінің де ақыны деп жазушы Мұхтар Әуезов Жамбыл атаға баға береді. Келесі кезекте Жамбыл атамыздың айтысынан үзінді тамашалаңыздар. Бекболсын Айша және Арымжанов Шерепжан, Әлкүміс пен Жамбылдың айтысы.
Терлетіп келдім тойға, айқымыз әуелден ақ болдың ойда. Әуірі басылмаған албырт едім, асығыс айтқаныма кінә қойма. Аптығы бә дегеннен амандаспай, әдепті үйренбепсің жамбыл жастай. Асылға арсыдағы қол жетпей ме, ақылмен қимылдаса яспай саспай. Айқымыз асықпауға шаман бар ма, жасшылық ұрындырды талай жарға. Сен үшін жатсам тұрсам арманым көп, жем болып кетеме деп жамандарға. Білеме пенде шіркін өскемісің, ел кезі бесер міне сен деп жүрсің. Жаралған жат жұртыққа ұрғашымыз, жарқыным өкінбеші сен мен үшін. Барарсың бір жаманға өзің қор боп, отырсың қарқарадай әзір зор боп. Көзіңе көк шыбынды үймелетер, көргенің өле өлгенше ылғи сор боп. Жамбылау күбінесің неге сонша, құтқарып қыз біткенді қалған жанша. Қолдағы қаршығаңнан неге айрылдың, тұтқасы дүниенің сенде болса. Жалғаның сорлысы екен қыз бен жігіт, жүрмеген бірге ойнап бірге күліп. Арыны баспаған арсыз көңіл, етіп отыр енді тағы сізден үміт. Жігітке көрінеді үміт шексіз, жарымас ол мінезге көңіл көншіп. Жарқыным одан қайта қолқаңдайтшы, әрнені тере бермей құр білгенсіп. Түйме емес, тоғыз емес тілегенім, жұбатпас көңілімді құр өлеңім. Болмасаң сөзге қашақ, ішке тосақ, сырымды айттырмай-ақ білер едің. Жамбылау жан екенсің сөзге сараң, жақпады қай мінезім бүгін саған. Дітіңді білтелемей білтеп айтшы, саласың қандай қолқа тегі маған. Айқымыз амалым жоқ қош ендеше, кетелік сыр білдіртпей жат пендеше. Алтыңды ақ жүзіңді ұмытпаспын, кеудемнен қашан өрт сөнгенше. Жаманнан жиреніп, жақсын үйренуге шақырады. Ендеше өлеңдеріне кезек береді. 7-ші сынып оқушылары сіздердің назарларыңызда. Балалық шақ туралы. Түседі еске жалаң аяқ күндерім, ақ сүйекті ала қашқан түндерім. Сол ашқаннан мол қашықты балалық, қайда екенін көптен бері ақ білмедім. Қуар едім осы күні етікшең, бірақ маған жалаң аяқ жеткізсең. Мен мұндамын, сен қайдасың, білмеймін. Жеңіл аяқты жетім болып кеттің сен. Өткен екен талай жылдар, талай күн. Өмір жолын, өлең жолын санаймын. Сонау қарттың жөтелгенін есітіп, есік жаққа қайта-қайта қараймын. Мен табиғат бөбегі. Мен табиғат бөбегі. Еркін жанмын, еркемін, аузымда жастық өлеңі. Еркелеп күйі шертемін. Жарқ-жұрқ етіп жүруді, найзағайдан үйрендім. Шатындап шат боп күлуді, күн мен айдан үйрендім. Тәкаппарлық ерлікті, асқа таудан үйрендім. Мен бір жанды ерікті, жарысып желмен жүгірген. Ашу қайғы дегенді, қара бұлттан үйрендім. Өз-өзіме сілтемей, қашан ғана ендім. Қуанышқа бақытқа. Қуанышқа бақытқа, құшағыңды еркін жай, біздің ұлы уақытта қуана біл баладай. Еңсе көтер еңбек ет, жеттік сонда табысқа. Құлашыңды кең сермеп, серпіле түс жарыста. Жастық отын сөнбесін, жігеріңмен жарқылда. Қарттық саған келмесін, тарылма да сарқылма. Атамекен, сені туған ел атамекен. Абзал анамсың ғой құшағың кең. Жер мен көктің жатты бір өзіңсің. Сенен артық не табам, қайда кетем. Қобызымен сырласып күрелінген, іздеймін деп жүр көр басында. Ерке жанын өмірде өстім еркін. Еркелеме, ел жігіт, еспелердім. Өз өзендей гүрілдеймін. Тасып, шалқып өтемін, осы сен. Қазақтың ұлттық ақыны. Ол бүкіл жан тәнімен, рухымен, ішкі сезім күйімен, ақындық ойлау, жазу өнерімен қазақтық ұлттық болмысын толықтырады, жетілдіреді. Қасында өзінен бұрын талай ұлы ақындар өткенмен өз заманының, өз ұрпағының сөзін айтты. Ол поэзия сүйгіш, қазақтың досы, рухани демеушісі.
Біз бүгінгі шарада ұлы ағартушы, тұңғыш қазақтың еліне мектеп ашқан алғашқы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің өмірбаянымен таныстық. Шығармашылығына, ағартушының еңбектеріне тоқталып отырмыз. Жамбыл атамыздың айтысын тамашаладық және Қасым Аманжоловтың өлеңдерін тыңдай отырдық. Міне, осындай тәрбиелік мәні бар шарамыз арқылы оқушыларды әр істі ойлану, ақылмен жасауға, кішіге қамқор болуға, ата-анасын сыйлап, құрмет тұтуға, еңбекқор болуға шақырамыз. Осымен әдеби кешімізде өз мәресіне жетті. Келесі